мен сіздермен бірге өзімнің күнделікті макияжымды популяр түсіремін. Егер сіздерге қызық болса, ары қарата жалғастырайық. Менің косметикам қатты көп емес. Ең алдымен мен бетімді макияжға дайындаймын. Кез келген обычный кремді жаға беруге болады. Главное, бет ылғалды болып тұру керек. Келесі мен SPF жағамын. Міндетті түрде мойынға жағуды ұмытпаймыз. Маған осы SPF қатты ұнайды, өйткені бұл бетке бір ағартушылық береді, яғни кішкене бетім уже ақ болып қалды. Келесі бізде кушон. Бұл менің сүйікті кушоным деп айта алмаймын, бірақ қолжетімді бағадағы кушон. Келесі бізде контуринг. Мен контурды қатты жақпаймын, бірақ арасына салып тұрамын. Скулы жасаймын, иногда ұзаймын. Негізі контуринг деген ради галочки ғана істелмейтін нәрсе сияқты иногда. Негізінде особо қатты роль ойнамаса да, мен вообще по жизни боянбайтын адам болғаннан кейін очень редко боянамын. Келесі мен қасты бояймын. Қас мен үшін ең қиын, бірақ қазір аздап-аздап осы стильмен үйреніп келе жатырмын деп ойлаймын. Осылай болып шығады енді, бірақ мен оны қазір секретный способпен дұрыстауға. Мінекей более-менее болды деп. Так, енді румяна жағам. Негізі бұл помада, бірақ румянаға прям әдемі келеді. Осындай сүйкімді қылып істеп аламыз. Менде осындайлар өте көп болған. Мен қаспен қиналған адаммын. Келесі бізде тени. Мен мына темен бояйтын болдым. Так, достар, менің ең соңғы видеом выпускнойдан влог болған болатын. Өте қызықты негізінде. Келесі бізде ең қиын, бұл бізде стрелки. Қазір дұрыстап тұрсам. Мен қазір келем. Мен боянап бітем дегенше уже кеш бататын болды. Келесі бізде туш. Туш менде обычно осындай. Сосын керлермен қайрамыз. Енді последний штрихтар бізде хайлайтер. Бұл менің ең сүйікті хайлайтерім. Енді ернімізді бояймыз. Мен осы карандашты пайдаланамын. Келесі бізде Kiko. Кейін менде осындай помада бар. Ең сүйікті помадаларымның бірі. Осымен менің видеом аяқталды. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басамыз, комментарийге қандай рубрика қалайтындарыңызды жазамыз. Қазақша контентті дамытуға бірге атсалысайық достар. Сіздермен бірге мен Ерназ. Сау болыңыздар.